Ассалаумағалейкум достар. Көп болды сіздермен видео түсірмегелі. Мына жерде мен бүгін Photoshop сабағын үйретіп кетейін. Наложение, яғни мына дайын фонға, дайын картинкаға фонын қойып, қазір бұл жерде граффити көрсетейін деп отырмын. Мысалы дайын бір фото алсақ, осыған бір граффити қойып берейік десек, бізден граффити аламыз. Тартып салайық. Бұрыштаманы тартып тұрамыз, shift басып тартамыз, бүйтеміз. Волшебный палочками W-ді басамыз, волшебный палочка. Бұлай удалить етеді көбісі. Сосын барып, мына жерде алады, прозрачность бере салады бұлай. Шындап келгенде бұл кішкене ұқсамайды. Мына жерде көріңіздер, мына жерде қайтамыз, бұлар алады. Выделение кіріп, предметті басып, мына адамды выделять етіп береді. Бұл жерде Ctrl-J-ді бассақ, жаңа адамды ғана кесіп береді. Бұлай кішкене былай айтқан естественный көрініп тұр да бізде граффити. Осыны дұрыстап жасау үшін біз былай істейміз, қайтадан бастаймыз. Мысалы дайын фон. Осы жерге жаңа граффитиді алып тартамыз. Керекті размерін үлкейтейік. Shift басып бір бұрыштамасын тартып. Енді осы жерде біз мынаны басып тұрайық. Мына адамды выделять етіп беріп фонға кесіп олайық. Выделение кіреміз, предметті бассақ, бізде автоматты түрде мына жігітті белгілеп береді. Оны біз Ctrl-C, Ctrl-V деп бөліп отқанша Ctrl-G деген әріп бассақ, бізге жеке кесіп береді, өзіміз көріп отқан. Енді бұны жоғары ұстауға шығарайық. Мынаның видимый басайық. Граффитиміз. Енді бұл жерде біз бүйтіп ақ фонды алып отырмаймыз. Мына жерде наложение кіреміз, обычный орнына аламыз да, көреміз, тексереміз. Қайсысы бізге жақын екен. Темнее деген болады екен. Насыщенный береді. Умножение. Затемнение. Осы затемнение алып көрсек. Затемнение алып көрсек. Мына жерде өздеріңіз байқағандай айырмашылықтары көрініп тұр бірден. Біз прозрачность бермегеннің өзінде кірпіштің текстурасы бар көрді. Бірақ мына жерде қараны көріп тұрсаңыздар насыщенный болып тұр. Бұл жерде бәрібір де кішкене ұсағын қарамай тұр насыщенный. Бұл үшін біз аламыздан параметрін наложение кіреміз. Альтты басып тұрып, төменгі жағынан бір бигунокқа басамыз. Соны тартып отырамыз. Кірпіштің өздеріңіз байқағандай мына жерде текстурасы шыға бастады. Мінекей. Бигунокты қайтып тартсақ болады. Өздеріңіз байқағандай, мына бір жерлердің кірпіштің текстурасы шыға бастады. Дәл осылай біз неше түрлі граффитиларды наложение арқылы бұлай қойып беретін боламыз. Өздеріңіз байқағандай, шындыққа ұқсап тұрған сияқты фонымыз. Бұны алып тастап тексеруге болады. Жай ғана кірпіш қабырға, граффити. Егер де сіздерге сабақ ұнап жатса, лайк басыңыздар, және комментарийға жазып кетіңіздер, не туралы келесі сабақты жазуға сіздерге не ұнайды, не қалағыңыз келеді көруге, не үйренгіңіз келеді, соның барлығын жазып кетіңіздер. Құдай қаласа мен тек қана Photoshop емес, Corel'да, Illustrator'да және Adobe Premiere, After Effects'ті бірте-бірте салатын боламын. Қазір жұмыстан кішкене қолым тиын кіремей жатыр, сондықтан видео көп бол салмағалы, тек қана шортс қана салып жүрмін. Ренжімесіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Көріскенше.